қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері мен тақырыптары 1920-1960 жылдарда қазақ әдебиеті социалистік реализм дәуірі. Тарихи контекстік негіз 1917 жылғы қазан революциясынан кейін кеңес үкіметі орнап, әдебиетке жаңа идеологиялық талап қойылды. Жаңа өмірді мадақтау, тап күресін көрсету, кеңістік қоғам дәріптеу басты бағыт болды. 1930-1950 жылдары алаш зиялыларына қарсы қуғын-сүргін басталып, ұлтшыл жазушылар жаппай жазаға тартылды. Социалистік реализм әдісі деген не? Бұл шынайы өмірді кеңістік идеологияға сай суреттеу тәсілі. Кейіпкерлер коммунизм құрушы жаңа адам бейнесі, яғни еңбекші, партия мүшесі, пионер, халқышы деген сияқты. Кейіпкерлердің көңіл күйі үнемі оптимистік, жарқын болашаққа сенім артады. Басты тақырыптарға тоқталсақ, колхоз, совхоз құру, еңбек ерлігі, қоғамдық сана тәрбиесі, партияға адалдық, ұлы отан соғысы кезіндегі батырлық, жетекші қаламгерлер мен шығармалар. Сәбит Мұқановтың ботагөз және шығанақ шығармалары, Ғабит Мүсіреповтің қазақ солдаты, оянған өлке шығармасы, Ғабиден Мұстафиннің миллионер, Қарағанды, дауылдан кейін шығармалары және Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы тарихи реалистік стильде, бірақ социалистік талаптармен үндес. Қысым 1937-1938 жылдардағы репрессия әдебиетті шынайы үнінен айырды. Көптеген зиялылар ұлтшыл деген айыппен атылды. Ахмет Байтұрсынұлы, Жүсіпбек Аймауытов деген секілді, және тағы басқа. Осыған қарамастан Әуезов сынды тұлғалар көркем тілмен ұлттық идеяны астарлап жеткізе білді. Екінші, 1960-1990 жылдардағы әдебиет жаңа тыныс, рухани ізденіс дәуірі. Тарихи контекстік негіз 20-шы съезден кейін сталинизмді әшкерелеу басталды. Қоғамда біршама еркіндік сезілді. Кеңістік құрылымын сақталғанымен, жазушылардың шығармалық еркіндігі арта түсті. Қоғам мен жеке адамның ұлттық болмысының ара қатынасы, экологиялық дағдарыс және моральдік адамгершілік құндылықтар кең көтерілді. Тақырыптар кеңейе түсті. Жеке адам мен қоғам арасындағы тартыс, рухани тоқырау, адам жанының трагедиясы, табиғат апаттары, Арал, Семей деген секілді. Ұлттық рух, тіл, салт-дәстүрдің маңызы және көңіл-күй лиризмі, сезім тереңдігі, белгілі қаламгерлер мен шығармалар. Оралхан Бөкеевтің Атау кере, Қар қызы, Құм мен аспан секілді шығармалары, Дулат Исабековтің Әпке, Сүйекші, Дермене секілді шығармалар, Әбіш Кекілбаевтың Үркер, Елең-алаң, Аңыздың ақыры деген секілді. Сайын Мұратбековтің Тел өскен ұл, Жусан иісі секілді шығармалары және Қалихан Ысқақ, Асқар Сүлейменов, Төлен Әбдік, Марал Ысқақбай деген секілді басқа жазушылардың да шығармалары. Стильдік ерекшелері психологиялық тереңдік, аралық кеңістік, миф пен шындықты ұштастыру, адам болмысына үңілу, символизм элементтері деген секілді. Тарихи көркем шығармалар рөлі. Үшінші, тарихи сана дегеніміз не?
бұл ұлттың өткенін білу, оған әділ баға беру және болашағына бағдар жасау, тарихи сананы ояту әдебиеттің негізгі қызметтерінің бірі деп ойлаймын. Тарихи тақырыптардың мақсаты халықтың тарихи тағдырын көркем тілмен көрсету, бұрмаланған шындықтарды түзету, ұлттық батырлар мен қайраткерлерді халыққа таныстыру, отаршылдық пен езгіге қарсы күресті ұмыттырмау. Маңызды және тарихи романдар мен авторларға тоқталсақ, жазушы қабдеш жұмаділовтің дарабоз тағдыр шығармалары, ол абылай хандығы, көш-қон, ұлттық тағдыры тақырыптарын қозғады. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы, ол қазақ хандығының құрылуы тақырыбын қозғады. Әбіш Кекілбаевтың үркер, елең-алаң деген шығармалары 18 ғасырдағы оқиғаларға тақырып ретінде алды. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы, Абай дәуірі ұлттық рухты тақырып қылып алды. 4. Қазақстанның халық жазушылары, мәртебелі атақ мәні, халық жазушы атағы әдебиетке, қоғамға, мәдениетке сіңірген ерекше еңбегі үшін беріледі. Белгілі қазақ жазушылары Мұхтар Әуезов, ерекшеліктері ғаламдық деңгейдегі жазушы. Абай жолы әлем әдебиетінің жауһары десек те болады. Сәбит Мұқанов, социалистік реализм өкілі, ботагөз классика десек те болады. Ғабит Мүсірепов, психологизм шебері, әйел бейнесін шебер сомдайды. Ғабиден Мұстафин, өндірістік прозаның көшбасшысы. Шерхан Мұртаза, ұлттық рух, әділет жолындағы күрескер. Қабдеш Жұмаділов, ерекшеліктері, тарихи роман шебері, Қытай қазақтарының тағдырын жазып қалдырған. Әбіш Кекілбаев, философиялық прозамен терең тарихи эпос иесі. Оралхан Бекеев, табиғат пен адамның жаны үндескен лирикалық прозаның шебері десек те болады. Қорытындыға айта кетсек, әдебиет әр дәуірдің рухани паспорты деп айтуға болады. Әр кезең өз шындығын, үмітін, қайғысын әдебиет арқылы білдіреді. Социалистік реализм шеңберінен басталған әдебиет уақыт өте келе ұлттық сана мен тарихи жадыны оятатын қуатты құралға айналады. Осы бүгінгі видео аяқталды. Рахмет.